1 мамырдан бастап қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп тұр? Ең әуелі, демалыссыз өткен сәуір айынан кейін жұрт асыға күтетін мамыр айындағы мерекелік күндерге тоқталып өтейік. Сонымен, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2024 жылғы 17 сәуірде 2024 жылы демалыс күнін ауыстыру туралы бұйрыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес демалыс күні 2024 жылғы 4 мамырдағы сенбіден 2024 жылғы 8 мамырдағы сәрсенбіге ауыстырылды. Осылайша қазақстандықтар 3 күн қатарынан, яғни 2024 жылдың 7-сі, 8-і және 9 мамыры демалады. 7 мамырда отан қорғаушылар күнін және 9 мамырда жеңіс күнін тойлайды. Ал 4 мамыр жұмыс күні болады. Бұдан бөлек 1 мамырда қазақстандықтар Қазақстан халқының бірлігі мерекесін атап өтеді. Жеңіс күні ардагерлерге қанша қаражат беріледі? Жеңістің 79 жылдығына орай елімізде 2-ші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне бір жолғы төлем беріледі. Биыл оның көлемі төмендегідей болады. Астана қаласы 2 миллион теңге. Бүгінгі таңда елордада 7 ардагер тұрады. Алматы қаласы 2 миллион теңге. Қазір Алматы қаласының аумағында 44 ардагер тұрады. Қарағанды облысы 2 миллион теңге. Облыста 12 ардагер тұрады. Ақмола облысы 3 миллион теңге. Бүгінгі таңда облыста 6 ардагер тұрады. Батыс Қазақстан облысы 1,5 миллион теңге. Батыс Қазақстан облысында 14 ардагер тұрады. Жетісу облысы 1,5 миллион теңге. Облыста 4 ардагер тұрады. Ардагерлер туралы заңға сәйкес тыл еңбеккерлері мен қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасылары, қайтыс болған Ұлы Отан соғысының мүгедегінің жұбайы 15 айлық есептік көрсеткіш 55.380 теңге мөлшерінде бір жолғы төлем алады. Тағы бір жақсы жаңалық, Шымкент оқушылары қоғамдық көлікпен тегін жүреді. Төлем электронды төлем жүйесі 1 мамырдан бастап Шымкент оқушылары қоғамдық көлікпен тегін жүре алатынын хабарлады. Жақында оқушы картасы жолақысы тегін болады. Бұл мектеп оқушылары картаны тіркеу үшін валидаторға міндетті түрде қою қажет. Бірақ картадан ақшаны шешілмейді. Бұл өзгерістер 1 мамырдан бастап күшіне енеді делінген компанияның хабарламасында. Теміртау автобустарында электронды төлем жүйесі іске қосылады. Теміртау қаласының қоғамдық көліктерінде 1 мамырда оңай электронды төлем жүйесі іске қосылады. Қала әкімдігі мамыр айында қалалық автобустарда жүру тарифі өзгеріссіз қалатынын хабарлады. Қарағандыда жолақы 100 теңгеге дейін көтеріледі. Қалалық мәслихат депутаттары Қарағанды автобустарында жолақы құнының жаңа тарифін мақұлдады. Мамыр айының 1-нен бастап қаладағы қоғамдық көліктердегі жол жүру ақысы 20 теңгеге қымбаттайды. Енді облыс орталығындағы қоғамдық көліктерде жолаушылар электронды төлем жүйесі арқылы қолма-қол ақшасыз 100 теңге, ал қолма-қол ақшамен 200 теңге төлейтін болады. Билік өкілдері Қарағандыда жол жүру ақысы соңғы 10 жылда өзгермегендігін, тарифті көтеру мәжбүрлі шара екендігін атап өтті. Қарағандыда ыстық су өшіріледі. Облыс орталығында мамырдан қыркүйекке дейін 5 ай бойы ыстық су болмайды. Бұл жайында аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев тікелей эфирде тұрғындардың сұрақтарына жауап беру барысында айтты. Қарағандының 20 ғасырда салынған жылу жүйесі тозуы салдарынан соңғы 10 жылдықта қаланы жаз мезгілінде ыстық сумен қамту мүмкін болмай келеді. Қарағандыда бір құбырдың бойымен ыстық суда, жылу жүйесінің суы да ағады. Жаз айларында осы құбырларда жөндеу жұмыстары жүргізілетіндіктен ыстық су толығымен тоқтатылады. Болашақ бағдарламасына іріктеу басталады. 2024 жылы алғаш рет Болашақ халықаралық стипендиясына және 500 ғылыми тағылымдамасына құжаттарды қабылдау үздіксіз жүргізілетін болады. Құжаттарды қабылдау 29 сәуірде басталып, 25 қазанда аяқталады.
Конкурстық іріктеу 2024 жылғы 10 мамырдан 30 қарашаға дейін өтеді. Болашақ стипендиясына құжаттар ekov.kz порталы арқылы қабылданады. 500 ғалым бойынша өтінімдерді қабылдау және конкурстық іріктеу алғаш рет болашақ.kz gov.kz порталында үміткердің жеке кабинеті бөлімінде онлайн жүргізіледі. Арнайы медициналық пойыз жолға шығады. 1 мамырдан бастап тұрғындарды тегін кәсіби медициналық көмекпен қамтамасыз ету үшін жәрдем мамандандырылған медициналық пойызы іске қосылады. Су тасқыны жағдайын ескере отырып, зардап шеккен ауылдық елді мекендердің тұрғындары медициналық пойыз қызметтерімен қамтылатын болады. Бұдан бөлек 16 курортты санаториялық ұйым анықталып, онда су тасқынынан зардап шеккендер тегін қабылданады. Тұтастай алғанда бұл нысандар бір уақытта 190 адамды қабылдай алады. Оңалту курсы 10-нан 14 күнге дейін созылады. Алматыда коммуналдық қызмет ақысы қымбаттайды. Алматыда қоқыс шығару тарифі 30%-ға өседі. Бұл туралы Алматыда өткен қалалық мәслихаттың кезектен тыс 16 сессиясында белгілі болды. Алматы қаласының экология және қоршаған орта басқарма басшысының уақытша міндетін атқарушы Мирас Гайсин баяндама жасады. Алматы қаласы әкімдігінің тарапынан тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау және шығару үшін қажетті инфрақұрылымда дамыту жұмыстары жалғасып жатыр. 2024-2025 жылдары сомасы 10,4 миллиард теңге болатын 2905 контейнерді ауыстыру жоспарланған. Астана әуежайының жұмыс уақыты өзгереді. 2024 жылғы 1 мамырдан бастап жөндеу аяқталғанға дейін жергілікті уақыт бойынша сағат 22:00-ден 6:00-ге дейін Елорда әуежайының әуе айлағында ұшақтарды қабылдау және ұшу тоқтатылады деп хабарлады Астана халықаралық әуежайы баспасөз қызметі. Биылғы оқу жылы аяқталады. Қазақстандық мектептердегі 4-ші тоқсан 1 сәуірден 25 мамырға дейін жалғасады. Оқу ағарту министрлігінің мәлімдеуінше, 4-ші тоқсанның ұзақтығы 8 оқу аптасын құрайды. Сондай-ақ 25 мамырда қорытындылар шығарылып, оқу жылы аяқталады.